Allah. Allah selamı basamaz kurun. Topla bunu alayım. Topla. Gel. Hadi gidelim. Tengirlerдің көмегімен мәтінді есептерді шығару. Сабағымыздың мақсаты мәтінді есепті белгісіз анықтау, мәтін есептің математикалық моделін құру, сызықты теңгерулер құрастырып мәтінді есептерді шығару, райнымалы сызбалы теңгерулерді шешудің алгоритмін біледі, райнымалы сызбалы теңгерулердің қасиеттерін біледі, райнымалы сызбалы теңгерулерді шешеді. Міне осы мәтінді есептерге теңдеу құрып есептер шығарамыз. Еске түсейік. Теңгеу дегеніміз не? Теңгеу дегеніміз не? Кім айтады, тағы кім айтады? Ал жақсы айтады. Теңгеу дегеніміз түбірі дегеніміз не? Кім айтады, тағы теңгеудің түбірі тағы айтады. Дегеніміз құрамдағы айнымалының тура теңгеге айналдыратын әні. Дегеніміз не? Теңгеу шешу. Жазасы тұзай. Теңгеуді шешу дегеніміз оның барлық түбірлерін табу немесе түбірін жоқ екенін дәлелдеу. Райнымалы сызбалы теңгеу деген тағы я. Райнымалы сызбалы теңгеу дегеніміз AX қосылғанда түрінде берілген теңдеу. Біріншінің жауабы айтады. 168. Өте жақсы отыра ғой. Екінші баспалдақтың жауабы неге тең болды? Кәнеге тең болды? Минус 100-ге тең болды дұрыса. Үшінші баспалдақ қиясын бар? 15-ге тең болды дейді. Төртінші минус 1 дұрыса. Келесі тапсырмамыз балдар жұптық жұмыс. 3 топқа да осы 3 тапсырма беріледі. 3 топқа да 3 тапсырма беріледі. Осы 3 тапсырма жаңа айтылған. Бірінші тапсырма бойынша, екінші тапсырма бойынша, үшінші тапсырма бойынша не қыламыз? Шартын құрамыз, теңдеуін құрып шешеміз. Başla. Kim oldu? Birinci tapsırma boyunca kim çıkardı? Birinci tapsırma boyunca çağırdı. Birinci tapsırma. Birinci жиектегі білдірген түптерінің саны, екінші жиектегі білдірген түптердің көптігінің бесесі артық. Бірінші жиектен 12 түп білдіргенді алып, екінші жиекке отырғызғанда, екі жиектегі білдірген түптерінің x'терді сол жаққа жазамыз. X'терді сол жаққа, бос көшелерді оң жаққа шығарамыз. Жауабы алғашқыда екінші жиекте 16 түп болған. Çıkardı. Tarih ikisi tapsırma boyunca bir ay sağ Ағаш кешуде бригада 3 күнде 34 куб метр отын айдады. Бригада бірінші күні жоспарлағаннан да 14 куб метр артық, ал екінші күні 2 куб метр кент айдады. Үшінші күні бригада жоспарды 16 куб метр асыра орындады. Бригада жоспар бойынша күніне неше куб метр ойындау тиіс? Барлығы 34 куб метр. 3 бригаданың күніне неше куб метр орындағаны белгісіз. Бірінші бригада белгісіз.
X1 2-chi brigada belgisiz, X2 3-chi brigada belgisiz 200. Biroq 1-chi brigada 14 kub metr ortiq o'rnadi. X1 qo'shib 14. 2-chi brigada 2 kub metr kam o'rnadi. X2 -2. 3-chi brigada 16 kub metr ortiq o'rnadi. X100 16. Kimga quramiz? Barliq brigadalarda qo'shib olamiz. Bo'yicha kunga 22 kub metr o'rnaydi u. Sen aytding, bo'lsa daftar chiqaradi. Javobi alg'ishqida surati 36 kitob bo'ldi. Sizler есептің шартына байланысты математикалық моделін оқыңдар, теңдеуін құрастырыңдар, өзің құрған теңдеудің түбін таптыңдар, есептің жауабын жаздыңыздар. Міне балдар, есептің ең соңында жауабы деген жауабы жазылу керек. Білесіздер ме? Жеке жұмыста теңдеулер берілген, праймалшар теңдеулер. Соны әркім өзі шығара береді, сосын тақтаға кім шығарып болды, сол тақтаға шығарады. Ал іске сәт бастайық. София бірінші теңдеуді шешіпті, өзі София тақтаға орындайды, қалғанымыз тексереміз, өзіміздің шығарғанымызды, қалғанымыз тексереміз. София шығарды. Бәріңізде шығардыңыздар тексеріңіздер. Дұрыс па екен? Тексеріп алыңыздар. Бала, қане, екіншілер кім шешті? Тағы кім шешті, тағы кім шешті? Аллах сені сен шығарып шешті. Жұмысқа шығардық па бәріміз? Қараңыз, таптамен тексереміз. Таптамен бәрінде ең ұқтыма шешті ма? Шығардық, тағы, ал ең ұқтысын шығарыш. Үшінші теңдеуді. Бәрімізде осы үшінші теңдеудің жауабы -6-ға тең болды. Бар ма? -6 жасар. Жаңа бірінші, сен білесіңге кім шапшаң жұптық есептер деген тапсырмалар бойынша бағалап нетейін. Жаңаға сен білесің бе дегенде Айжан жақсы. Айттық не ережені? Мұнда, Жылдай жақсы айтты ережені, Сымбат айтты ережені. Мына жерде инабат жақсы шығарып есепті. Инабат. Мына жақта София тақтаға жақсы шықты. Ербол қатесіз шығарды жаңа тапсырманы. Жақсы. Келесі, 4-ші теңдеу. 4-ші теңдеуді кім шығады? Кімдер шығады тағы да 4-ші теңдеуді тағы да? 1-ші топ жақсы қатысып отырып алған, 2-ші топта жақсы, 3-ші топ. Яғни жақсы айта шығарыш.
АБ қабырғасы 17 сантиметр. Жауабы 3,83. Жақсы, отырамын. Теңдеулерді жақсы шығардыңыздар, жақсы қатыстыңыздар. Енді үйге тапсырма алайық. Үйге тапсырма 798 десем, шартын құрамыз, теңдеуін құрып, үй тапсырмасын орындаймыз. Енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша сіздерге ұнады ма бүгінгі сабақ? Сабақтың соңында міне білім ағашы. Осы білім ағашына өздеріңіздің пікірлеріңізді жақсырақ қоясыздар. Қолдарыңыздағы белгі бойынша.